안녕하세요. 오늘은 문장을 어떻게 만들어야 되냐에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리고 기본 문법들도 함께 배울 예정이고요. 그럼 시작해 봅시다. Сәлем достар, бүгінгі тақырып бізде корей тілінде сөйлемді қалай құраймыз. Сөйлем құрылымы нелерден тұрады? Және ең негізгі бастапқы грамматикаларды өтетін боламыз. Жалпы корей тілі софт тілдер тобына жатады. Ол қандай тілдер тобы? Бірінші subject, одан кейін object және verb келетін тілдер тобы. Яғни, сөйлем ең алдымен бастауыштан басталады, кейін ортасында толықтауыш келеді және баяндауышпен аяқталады. Қазақ тілі де дәл солай, орыс тілінде мысалға баяндауыштан басталса, ал корей және қазақ тілдерінде міндетті түрде бастауыштан басталып, баяндауыштан аяқталады. Мысал қарайық. Аннаның 피자를 먹고 있습니다. Аннаның, бұл бізде Анна, 피자를, пиццаны, пицца, пицца, ал рөл бізде ны дегенді білдіреді. Пиццаны, яғни табыс септігі. Пиццаны 먹고 있습니다. жеп отыр. Го 있습니다 грамматикалық конструкциясы бұл бізде present continuous сияқты грамматика ретінде қарастыруға болады. Яғни дәл қазір жүзеге асып жатқан іс-әрекет туралы айтқан кезде қолданамыз. Яғни Анна дәл қазір пиццаны жеп отыр. Келесі сөйлем. Сараның 매일 학교에 갑니다. Сара, бұл бізде Сараның 매일 күнде 학교에 мектепке 갑니다 барады. Мұнда 학교 мектеп, ал бізде ғаге қаке, яғни барыс септік ретінде қолданылады көбінесе. 갑니다 барады. Енді корей тілінде сөйлемдер қандай түрде кездесуі мүмкін, қандай түрде келеді көбінесе, соны қарастырайық. Бірінші түрі бұл бізде жай сөйлем. Бастауыштан басталып, баяндауыштан аяқталатын жай сөйлем. Мысалға, 형이 경찰관입니다. ағам полицей. ағам полицей. Бұнда 형이 бізде бастауыш, 경찰관입니다, баяндауыш. 누나가 화가입니다. 누나가 бұл бізде бастауыш, 화가입니다, баяндауыш. Яғни бастауыш пен баяндауыштан тұратын қарапайым жай сөйлемдер. Келесі, 아이스크림이 차갑습니다. балмұздақ суық, немесе мұздай, салқын. Бұндағы 아이스크림이 бастауыш, 차갑습니다, баяндауыш. Келесі, 커피가 뜨겁습니다. кофе ыстық. кофе баяндауыш, кофе бастауыш, ал 뜨겁습니다 бұл бізде баяндауыш. Енді осы жерде бір грамматикалық конструкцияны байқап тұрмыз. Бұл бізде имнида. Имнида деген тек қана зат есімдерге жалғанатын жалғау. Имнида деп біз хабарлы сөйлемді жасаған кезде қолданамыз. Ал имниканы сұраулы сөйлем жасағанда қолданамыз. Яғни имника сұраулы сөйлемді білдіреді, имнида хабарлы сөйлемді білдіреді. Бұның мағынасы біреуді бір нәрсені атап көрсету үшін қолданылады. Сыпайы стиль формасы. Сыпайы стиль болғандықтан оны, яғни ресми түрде қолдана аламыз, көбінесе көпшіліктің алдына шыққанда және бейтаныс адамдарға қолданылады. Ал достарыңыздың арасында, жақын араласатын адамдарыңыздың арасында имнида деп көп қолдана бермейміз. Себебі бұл тоңдемаль, яғни сыпайы стиль формасына жатады. Мысалы, 저는 학생입니다. мен оқушымын. Сара сені 학생입니까? Сара оқушы ма? Немесе Сара сіз оқушысыз ба? деп аударамыз. Жаңағы грамматикалық конструкция тек қана зат есімдерге жалғанса, соның сын есімдерге және етістіктерге жалғанатын түрі бұл ымнида, сымнида. ымника, сымника. Анау имнида, имника болды, анау ымнида, сымнида. ымника, сымника. Енді қарайық. Дауыстыға аяқталған сын есім және етістіктерге ымнида жалғанады.
Яғни дауыстыға аяқталған деп отырғанымыз бұл бізде пачимы жоқтарға ымнида жалғанады. Мысалы, мына етістікті қарайық. Када. Бұл бізде бастапқы формасында тұрғандықтан мына дамен жазылады, я? Да деген бұл бізде инфинитив, яғни етістіктің бастапқы формасын көрсетеді. Біз кез келген етістікті түрлендірген кезде оның соңғы буынына даны алып тастаймыз. Және оның аяқталатын буыны ретінде каны қараймыз. Сонда міне, мынау каға аяқталып тұр, я? Яғни када сөзінің буыны ка деп қарастырамыз. Міне ка. Ода пачим жоқ. Бұл буында пачим жоқ, және ол дауыстыға аяқталып тұр, сондықтан ымнида жалғаймыз. Сонда камнида. Келесі, дауыссызға аяқталған сын есім немесе етістіктерге сымнида жалғанады. Яғни пачимы бар сын есімдер мен етістіктерге сымнидан жалғаймыз. Мысалы, мокта. Пачим бар, я? Міне мок. Демек, оған сымнидан жалғаймыз. Сонда мок сымнида. Могымнида деп ешқашан айтпаймыз. Және, мысалға, қасымнида деп те айтпаймыз. Яғни, мына ереже бізде сақталуы керек. Осыны мұқият жазып алыңыздар. Енді, бұл грамматиканың ережесіне бағынбайтын бір заңдылық бар. Соны қарастырайық. Рейл әріпіне аяқталған етістіктерге ымнида, сымнида жалғаулары сол күйінде жалғанбайды. Яғни, бұл не деген сөз? Мына рейл пачим ретінде келді екен деп, оған сымниданы жалғап қою керек деген сөз емес. Яғни, осы рейл пачимы бұл ережеге бағынбайды екен. Мына ережеге бағынбайды екен. Оның өзінің ережесі бар. Қарайық. Бұндай етістіктерге, осындай пачимы бар етістіктерге, осы жалғаулар, мына жалғаулар жалғанған кезде рейл әріпі түсіп қалады. Мысалы, мандыльда. Міне, мандыль, я? Екінші буынға қараймыз, яғни етістіктің инфинитивке дейінгі буыны, аяқталған буынның пачиміне қараймыз. Рейлға аяқталып тұр, демек оған сымнидан жалғап қойым керек деп ойламаймыз. Бұл қате болады. Мандыль сымнида деп ешқашан айтпаймыз. Рейлға аяқталғандықтан, ол рейл түсіп қалады. Міне, түсіп қалғанда не қалды енді? Қалды, я? Бұл бізде дауысты. Ал дауыстыға не жалғаймыз? Ымнида жалғаймыз. Сонда мандымнида деген шығады. Келесі тағы бір мысал. Сальда. Са, я? Рейл түсіп қалады. Са қалды. Ал бұнда бізде аяқталған әріп а, яғни дауыстыға аяқталған, және пачим жоқ. Сол себепті ымнидан жалғаймыз. Сонда самнида. Енді мына мысалдарды қарайық. Нуни омнида. Мынау негізгі бастапқы формасы ода. Яғни жау, келу дегенді білдіреді. Мұнда қар жауып жатыр. Омнида. О болғандықтан, ол дауысты болғандықтан ымнида жалғанды. Енді келесі айға усымнида. Бұның бастапқы формасы утта деген етістік. Утта. Жалпы етістіктердің бастапқы формасын қалай ажыратамыз? Міне, сымнидан бөлек грамматика екенін білеміз, я? Демек, мына буын қалды ғой. Соған даны жалғаймыз. Өзіміз алып тастағанда, сонда бастапқы формасы шығады. Утта демек бастапқы формасы. Және бұнда бұл буынның пачимы бар. Сол себептен сымнида жалғанады. Және басқаша айтқанда дауыссызға аяқталған. Сол себепті сымнида жалғанады. Келесі сөйлемдер тағы қандай болып келуі мүмкін? Бастауыштан, қосымша толықтауыштан және баяндауышқа аяқталатын сөйлемдер келуі мүмкін. Мысалға, 아이가 어른이 됩니다. 형이 화가가 아닙니다. Бала ересек болады дейді. Яғни бұл қазақ тілінде жоқ момент, жоқ дегенде біз мына негізгі атау
қосымша толықтауыш деп аталады, бірақ қазақ тілінде ондай ұғым көбінесе жоқ. Сондықтан да жалпы осындай сөйлемдердің келетіндігін есте сақтаған жөн. 형이 화가가 아닙니다. ағам суретші емес. Келесі ең басында өткен соф жаңағы соф құрылымы, иә? Бастауыштан, тоқтауыштан және баяндауыштан тұрады. 에릭이 책을 읽습니다. 에릭 кітапты оқиды дейді. 유리가 영화를 봅니다. 유리 киноны көреді. Келесі бастауыш, пысықтауыш, тоқтауыш және баяндауышқа аяқталатын сөйлем. Міне барлығында байқағанымыздай сөйлем бастауыштан басталып, баяндауыштан аяқталады міндетті түрде. Оның ортасында кез келген толықтауыш не пысықтауыш болады. Мысалға, 에릭이 유리에게 꽃을 줍니다. 에릭 유리ге гүлді береді. 유리가 에릭에게서 반지를 받습니다. 유리 에릭тен сақина алады. Енді достар, ең негізгі грамматикалардың бірі бұл ын-нын. Оны естіген де шығарсыздар. Осыған кішкене тоқталып өтейік. Бұл бізде атау септігін білдіреді. Қай жағдайда ын, қай жағдайда нын қолданылады. Қарайық. Егер пачим бар болса, міне дөңгелек тұр, яғни пачим бар болса, онда біз ын жалғаймыз. Егер пачим жоқ болса, онда нын жалғаймыз. Бұлайша айтқанда, дауыссызға аяқталса ын, дауыстыға аяқталса буын, онда нын. Біз грамматиканы қолданар кезде міндетті түрде соңғы буынына қараймыз. Мынаған қарамаймыз, бірінші буынға, соңғы буынға қараймыз. Мысалы, 진영은 가수입니까? 아니요, 회사원입니다. 유리는 학생입니까? 네, 저는 학생입니다. мұнда 진영 сіз әншісіз бе деп сұрап тұр, иә? Яғни атау септігі. Бұл бізде бір қандайда бір затқа не адамға акцент түсіру кезінде қолданылады. Көбінесе сондай мағынада қолданылады, және де ағылшын тіліндегі the бізде артиклі бар ғой, сон мағынасында көбірек жұмсалады. Яғни бұл атау септігі. Енді мына сөздерге ын-нын жалғануын атап өткім келіп тұр. Яғни бұл есімдіктер. Мысалы, қарайық. Чо бұл мен деген. Сыпайы стильде. Чо деген сыпайы стильде. Нын жалғанғанда жай ғана чонын болады. Чонын. Бұған неге нын жалғанды? Себебі чода пачим жоқ. Келесі нанын. Бұл сыпайы емес форма. Яғни достарыңыздың арасында сөйлегенде нанын деп айтасыздар. Ал сыныпта немесе басқа да бір қоғамдық ортада және де ресми іскерлік орталарда чонын деп айтасыздар. Нанын деп айтпайсыздар. Мысалы, 나는 학교에 갑니다 деп олай айтқан кішкене дұрыс емес болады. Айтуға болады, бірақ оны достарыңызға не құрдастарыңызға айтуларыңыз керек. Келесі ноның, сен. Бұл да сыпайы емес стильге жатады. Сондықтан бұны достарыңызға қолданасыздар. Көбінесе құрдастарыңызға немесе жасы төмен адамдарға. Кның, ол. Бізде ол. Кнё деген ол қыз, яғни ши, ағылшын тілінде кнё. Немесе орыс тілінде ана. Оған нын жалғаймыз, себебі мына дауыстық аяқталып тұр және пачим жоқ. Кнёның. Ури бұл біз. Уринің болып өзгереді. Нойның, сендер. Бұл да но болғандықтан сыпайы емес стильге жатады. Кыдыл, енді мынада қараңыз. Кыдылда пачим бар, иә? Кыдыл. Оған сол себепті ын жалғаймыз. Міне пачим бар болса ын жалғаймыз. Кыдырын, олар. Енді достар, тапсырма.
Қазір мына диалогты мұқият тыңдайсыздар және бірге айтып, shadowing әдісі арқылы жаттығасыздар және осыған ұқсас етіп диалог құрастырып көресіздер. Және өздеріңіз үшін кез келген әнді таңдап, ән мәтінін интернеттен тауып, shadowing әдісі арқылы жаттығып көріңіздер. Ән мәтінін табу үшін әннің атын жазып, қасына каса деп жазамыз. Енді мына диалогты тыңдайық. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 저는 지영입니다. 저는 세실입니다. 세실 씨는 학생입니까? 네, 저는 학생입니다. Тамаша, енді келесі. Келесі тапсырма. Мысалда келтірілгендей берілген сөздерден сөйлем құрастырыңыздар. Мысалға, Эрик은 학생입니다 деп беріліп тұр, иә? Эрик оқушы. Енді Тионның кім екенін, Ваңпонның кім екенін, Юридің кім екенін, Касияның кім екендігін солай имнида жалғауын жалғау арқылы жаттығып көріңіздер. Келесі соңғы тапсырма. Тыңдалым бойынша жаттығу, диалогты тыңдап, бос орындарды тыңдап отырып толтырамыз. Қазір диалогты қосамын, тыңдайық. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 저는 세실입니다. 학생입니다. 저는 김영진입니다. 김영진 씨는 학생입니까? 아니요, 저는 선생님입니다. 이 수업을 이상으로 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 숙제를 꼭 해주시고 저한테 보내주세요. 감사합니다. 안녕.